Солтүстік Қазақстан облысы әйелдер күші альянсы және іскер әйелдер қауымдастығы жол картасы аясында атқарылатын жұмыс жоспарын бекітті. Сондай-ақ өңірдің 14 қыз-келіншегі асқан жауапкершілік пен белсенді қызметі үшін алғыс хаттармен марапатталды. Қазақстанның әйелдер күші альянсы идеяларды, жобаларды ілгерілетуге және әйелдердің балалар мен ерекше қажеттіліктері бар адамдардың әлеуметтік проблемаларын шешуге арналған ең ірі алаң. Игі істерді атқаруда солтүстіктің қыз-келіншектері де шет қалмайды. Бұл жолы да жиында бизнесті дамытуға және әйел мәртебесін көтеруге қатысты өзекті мәселелер қаралды. Басты міндет альянстың 2021-2023 жылдарға арналған жол картасына сәйкес жұмыс жоспарын әзірлеп бекіту. Сегодня будет рассказываться дорожная карта бизнеса. Бүгін біз отырыста бизнестің жол картасын қарастырып, еліміздің әйелдер қауымы өз кәсіптерін қалай дамыта алады және оларға қолдау көрсету үшін қандай мүмкіндіктерді пайдалана алатыны жайлы сөз қозғайтын боламыз. Әйелдер күші альянсының жол картасында гендерлік теңдік және әлеуметтік кәсіпкерлік мәселелері қозғалады. Бұл қыз-келіншектердің құқықтары мен экономикалық мүмкіндіктерін кеңейту үшін нақты шараларды қабылдау. Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігімен ынтымақтастық туралы меморандум әзірлеу. Альянс өкілдерін әкімдік жанындағы қоғамдық кеңестер мен комиссияларға қосу. Әйелдерге олардың құқықтарын түсіндіру және өмірлік қиын жағдайларда көмек көрсету бойынша бірыңғай сайт пен жедел желі құру ұсынылады. Бүгінгі таңда біздің қоғамда қазақстандық әйелдер саяси лидерлікпен міндетті түрде айналысу керек. Өйткені 2021 жылдың 10 қаңтарында өткен сайлау әйел адамдардың 30% деңгейіне жетіп, саяси өмірге белсенді қатысу мүмкіндіктері бар екендігін нақты анықтады. Альянстың басты міндеті әйелдерді халықтың түрлі топтарына және саяси, әлеуметтік, экономикалық өмірге тарту. Сондай-ақ отырыста облыстың 14 белсенді әйеліне алғыс хаттар табыс етілді. Майгүл Сейілбек, Мадина Нуркина, Райымбек Беғожаев, жаңалықтар қызметі.